Нұрлыхан Құдайберген, Денис Махнев, ерлер арасында Қазақстан чемпионатының финалы. Е4, Е5, АТФ АЦ6, піл С4, піл С5, Италия партиясы, Д3, АТФ6, С3, А6, мына піл үшін арналған орын. Рокировка D6, тура E1, H6, Ж5-тегі торды бақылауды ұстау және қарсыластың пілін жолатпау. Ат Б D2, піл А7, ат F1 және ат А5. Міне осындай кездерде Нұрлыханның деңгейі көрінеді. Өйткені бұл пілді беруге болмайды. Бұл Италия пілі, Испания пілі өте маңызды пілдердің бірі. Соңғы жүріс әрине ақтардың ат F1 деген қаншалықты дұрыс екен түсініксіз. А5 бұлай алдық және рокировка. Болашақта мына пілдің мына аттан артық екенін көреміз. H3, тура E8, Ж3, піл D7, піл D2, B5. B4, піл B6, уәзір C1, әрине мынандай әрекет жасағысы келіп тұр, мынаны алып, піл H6, GH, соң кейін ат F5, немесе ат G5 деген әрекеттер жасау. Патша H7, онда мүмкіндік жоқ. C4, позицияны ашуға тырысып атыр, мына піл бар, ашуға тырыспау керек, өйткені сенде аттар болғаннан кейін барынша позицияны жабуға тырысу керек. C5, BC, піл C5, піл A5, уәзір B8 және B4. Піл A7 және тура E2. Айтқанындай жағдай деген енді мына піл деген қаншалықты керемет екенін көріп тұрсыздар. Ешкімге шабуыл жасап тұрған жоқ. Уәзір B7, тура уәзір E1 және тура ат C8. Бірден жартылай ашық жолға орналастыру және C4-тегі сарбазға шабуыл жасау. Бұлай алдық және D5. Өте орынды шешімдердің бірі, өйткені біліп тұр, позицияны ашу керек. Ашқан кезде мына екі пілдің қаншалықты мәртебелі екенін көресіздер. Ед сарбазды негізгі орталыққа орналастырды. Бұлай және Е3 бұл енді шеге сарбаз мына жерге шабуыл жасағысы келіп тұр. С5 және уәзір D5. Қаралардың жағдайы өте керемет, ақтардың жағдайы нашар. Алдық, енді бұл оқшауланған сарбаз, мына аттардың бір баратын жері басатын тауы жоқ. Уәзір Ж5, бірден біреуіне шабуыл жасау, мына жерге шабуыл жасау деген сияқты. Ат F3 және уәзір Ж6. Мына тураға шабуыл жасау. Тура ат С1, піл B8, қаншалықты әлсіз патша екенін көріп тұрсыздар. F1 және піл С6. Енді мына пілдің қаншалықты керемет екенін көріп тұрсыздар. Бұлай және піл Е4. Кезінде осы пілді оңайлықпен бере салған еді. Тура F2 және тура E5. Ештеңеден қысылып тұрған жоқ. Қазір Ж5 батареяны құратта Ж2-дегі қомағалар қатарына кіреді. Ат E2 және тура Ж5. Бұлай алдық, шах, амалсыз. Бұлай шах, тура E2, шах және піл E2 осымен шын мәнінде ойын аяқталды. Тағы бір рет көрсетем, мына пілді беруге болмайды. Қай жерде қалдырып кеттік. Міне. Соңғы жүріс ат F1, және мына ат пілге бірден шабуыл жасады. Айтарым, бұл италиялық піл, испаниялық піл, бұны беруге болмайды.